Bir күні анам қасында ауылдың бір топ адамы бар ат арбамен көрші ауылдан келе жатады. Жолай бақшадан қарбыз алып, арба үстінде бәрі жеп алады. Күн батып бара жатқан уақыт. Арбадағы бойжеткен қыз қарбызын жеп отырған күйде шыңғырып құлап түсті. Аяқ астының көзі шапыраштанып, алысып еліреп кетеді. Анам қой десе ғана бұғып, үндемей қалады екен. Содан бәрі жабылып қызды байлап молдаға келеді. Молда шайдан қалып кеткен. Күн батып жындар көшетін уақытта жолда тамақ жеген несі, 3 күн оқиын деп алып қалады. Алысып жатқан қыздың қасына анам барса, тып-тыныш болып қалатын байқаған молда анама: "Қызым, сен қала тұр, жалғыз өзімнің шамам келмес" дейді. Хабарды естіген қыздың әке-шешесі келеді. Молда Құран ашып оқи бастайды. Қыз тынышталғандай болып, үйдегілер ұйықтап кетеді. Түннің ортасында сыртта иттің тынсылаған дыбысынан анам оянып кетеді. Қараса қыз жоқ. Сыртқа шықса, қыз молданың итін 2 құлағын бұрап үстіне мініп алған. Қабаған иттің бейшара болып момақансып қалғанына таңғалған анам "Біссімілә" деп қыздың шашынан бұрап ұстап иттен айырып алады. Құтылған ит байғұс қыңсылап, құйрығын қысып қаша жөнеледі. Молда қызды Құранмен оқып, ауруынан айықтырып алады. Тәуір болып, есі кірген қыз анама не болғанын әңгімелеген. Жолда қарбыз жеп келе жатқанымда арбаның соңынан шашы жалбыраған бір әйел ерді. Ымдап, қолын созып менен қарбыз сұрайды. Бірақ сіз маған қарай бұрылып қарасаңыз, ол қорыққандай кейін шегініп кетеді. Сөйтіп келе жатқанда сіз арбадағы басқа адамдарға қарай бұрылып әңгіме айтып кеткен сәтіңізде әйел шап беріп менің қолымдағы қарбызын тартып алды. Мен құлап түстім. Олар менімен бірге молданың үйіне де барды. Бірақ ішке кіре алмай сыртта терезенің жоғары жағынан перденің ашық жерінен қарап тұрады. Сендер ұйықтап кеткенде терезеден үңіліп, ымдап мені сыртқа шақырады. Олар соңынан көбейіп кетті. Бірақ неге екенін қайдам, сіз келе жатқанда қашып кетті деді.